Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомды осындай таңғы астан бастайын деп отырмын. Мына менің кухням, екі баламды шығарып салғаннан кейінгі. Үлкен ұлым мектепте оқиды, бірінші сынып, екінші ұлым садикте. Таңғы ас ішіп болғаннан кейін екеуін киіндіріп, аталары алып кетті садикке, мектепке. Енді дастарханымның үстін жинастырып, кухнямды тазартамын. Жақында қонақ шақырған біз, содан стакандар, блендер, термос бәрі шығып кеткен. Соның барлығын орнына салып қоямын. Негізі блендерді күнде пайдаланамыз. Балаларым коктейль ішкенді өте жақсы көреді. Кәдімгі мороженыйға, балмұздаққа сүтті құйып, коктейль жасап беремін. Мына жерде қарап отырсам, фруктылар кішкене бұзылайын деген екен. Тез компот жасап тастайын. Қатырылған құлпынайым бар. Құлпынай қосам, қып-қызыл болады. Екінші ұлым құлпынайды өте жақсы көреді. Сол үшін осындай әдемі қызыл компот дейді ғой. Қызыл компот болып шығады қазір. Бәрін тазартып болғаннан кейін қарап отырсаңыздар, терезенің алды кішкене жақсы болып қалды, тазарып. Қант салдым. Мынандай қант салатын ыдыстарға салып қойған ыңғайлы екен. Күрішімді, қантымды салып қойғанмын. Магнумнан сатып алдым. 1000 теңге ма, сондай ғана тұрады өзі. Дастарханымды жинастырып болдым. Терезенің алдын бір сүртейін. Мынау тұрған дәрілерімді дұрыстап қойдым. Және чай, пакетированный чай ішем. Негізі пакетированный чай ішуге болмайды дейді. Бірақ мен баламен көбінесе шайды демдеп ішуге үлгермеймін. Сол себептен пакеттегі шайларды пайдаланамын. Мынау менің ас үйімнің. Енді кішкентай бала бар, кішкентай қызым 3 айлық. Арасында үлгермей қалам. Полотенцелер тұратын суырма іші толып кетіпті. Ішін бір тазартып қояйын бір себеппен. Қарап отырсаңыздар, фартук кимеймін. Тек қана ет тамақ істеген кезде, етті қамырын жайған кезде фартук кием. Көп кимеймін ол кезде де. Қатты үстін бүлінетін болса, таза болса ғана киемін. Так, ыдыстарымды жуып тастайын. Көріп отырсаңыздар, газымның беті жаман болып кетіпті. Ыдыстарымды тез жуып, газымды тазартып қояйын. Негізі ас үйің таза болса, тамақ істеуге де рахат, ыңғайлы, өзің бір рахаттанып істейсің ғой тамақты. Сары кружканың ішіне екінші балам клей салып қойыпты, су құйып қойдым ішіне. Білмеймін қалай бұзық екенін. Үлгереді ғой, әйтеуір 1-2 минутқа бір жерге неқсаң үлгереді бәрін істеп. Мына менің қазаным, бұл студенттік кезден келе жатқан қазан. Уже 10 жылдан асып кеткен шығар бұл қазанға да. Бұл уже неше рет қарайып, неше рет ағарып болды. Бірақ өзімізді кішкентай семьямызға осы қазан жетеді. Мынау газ, бұл газ өзі осы үймен бірге берілген, сыйлыққа десе болады, сыйлыққа берілген газ. Кішкене күйген жерлері бар, ол қара жерлері кетпейді ешқалай. Көременді фабрилектен естіген бір духовка жуатын бар деп соны көрем. Анау көк тұрған стакандар, ол балаларым стакандары, күшті стакандар екен. Ішінде сұйықтық бар сияқты, су бар сияқты, бірақ ішінде жаңағы неше түрлі блескілер, айлар, жұлдыздар плавать етіп жүреді. Қызық ішкен. Так, газым деп рахаттанып жатыр. Газымды жуып болдым. Так, орындарына қойып қояйын. Тазартып қойдым. Қазір результатын көрсетем сіздерге қалай болғанын. Мінеки керемет, рахат қой. Енді мынандай мені киім күтіп тұр. Осын тез үтіктеп тастайық. Бірінші ұлдарымның киімдерін үтіктеп жатырмын. 2 ұлдікі болғанды кейін садикке баратын болған соң киімдері көп. Екеуіне пар-парғы балам көбінесе
Сіздер қалай аласыздар? Екі ұлдың арасы 3 жас, үлкені 6-да, екіншісі 3-те. Екеуі байша размерлері бір, екі ақ размер разницасы бар. Көбінесе бір-бірінікінде кейде киіп кетеді. Міне өзім қасыма ыңғайлап қойдым. Енді тез осылай үтіктеп тастаймын. Балаларымның киімдерін үтіктеп болдым. Енді жолдасыммен өзімнің киімдерімді үтіктеп отырмын. Көбінесе декретте болғасын, балалармен жүрген соң, маған спорттық үлгідегі киімдер киген ыңғайлы, алды ашылатын. Көп декреттегі отырған аналар түсетін шығар, бірнеше балалар бар, көп балалар түсінеді. Басымды үстіп, шашымды түйіп аламын. Енді кішкене жұмысқа шыққаннан кейін шашымды жайып, сөйтіп өз-өзіме келем ғой. Пока балам кішкентай болған соң, осылай жүруге тура келеді енді. Мінекей болдым, қандай рахат. Үстіп шкафқа ілініп тұрған өте керемет, өзім көзіме көрінеді, керемет болып. Енді сіздерге түсірілім барысында болған видеодан үзінді қызықты кішкентай балам сөйлейді. Тыңдап көріңіздер, қарап көріңіздер.